Мына екеуі, Андрей и Ольга, жандарын сатанаға сатып жүрген адамдар, яғни дьяволға. Бұлар 2015 жылы сол бір сатаналық бір сектаға қосылады ғой, сол жерде танысады. Негізі екеуі де жасөспірім кезден сондай қара күштерге жақындау болған ғой. Жігіт жасөспірім кезден черная магиямен айналысқан, бұл сатанаға және жануарларды пожертвовать етіп жүрген ғой. Ал қыз Ольга налоговый инспекцияда істеген, бірақ киінгені, макияжы годтар құсап жүретін болған ғой. Андрей и Ольга екеуі 2015 жылдан бастап сол сектаға қосылғаннан кейін жүре бастайды и ойлары бір жерден шығады. Бұл екеуі енді жануарларды емес, адамды пожертвовать етеміз деп шешеді. 2016 жылы сектаға Виктория деген қыз кеп қосылады. Ол қыз келе салысымен мына жігітке ғашық болып қалады. Андрей Викторияның ғашықтығын пайдаланып, бұны кездесуге шақырады. Андрей Викторияны орманға ертіп барады, а орманда өзінің жаңағы сүйіктісі Ольга күтіп алады. Сөйтіп Андрей мен Ольга мына қызды өлтіреді сол жерде. Сөйтіп жаңағы қанымен ритуал жасап, кішкене денесінің кусогын сол жерде пісіріп жеп, бұл қызды сол жерге орманға көміп кетеді. Қылмыстары ол кезде анықталмайды. Содан кейін бірнеше айлар өткен соң бұлар тағы да бір жігітті пожертвовать етеді сатанаға. Бұл жігітті де орманға походқа шақырады. Сөйтіп бұл жігітті мойнынан кесіп, қанын алып ритуал жасап, тағы да бұның етін жейді, кішкене бөлігін, сосын қалған теласын көміп тастайды. 5 жыл өткен соң, яғни 2021 жылы бұлар ұсталады. Сол кезде барлық тірліктері ашылады. Қылмыстары ашылған бұлар өздерін кінәлі сезінбейтіндерін айтады, что біз мына мирді тазалап жатырық жаман адамдардан деген сияқты солай айтады. Енді естеріңізде болсын, егер мынандай знак 5 жұлдыз сияқты адамның денесінен көретін болсаңыздар, немесе сол адамның тетрадынан көріңіздер, басқа блокнотынан көріңіздер, ол адаммен желательно араласпаңыздар. Ол адам уже жақсы емес. Душасын, яғни жанын сатанаға, дьяволға сатқан адам соңында либо өзі өледі, либо адам өлтіреді. Баста жануарларды пожертвовать етіп жүреді, бірақ сатана оған қанағаттанбайды. Рано или поздно, ертелі кеш, либо өзін пожертвовать етеді, либо басқа адамды пожертвовать етеді. Яғни аяғы өліммен аяқталады. Қазіргі таңда ақша атақ үшін өзінің жанын сатып жіберген адамдар көп, абай болыңыздар.